Сәлем достар, менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді кекс пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен бір жұмыртқа қажет, оның үстіне 150 грамм қант қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Оның үстіне 100 мл сүт қосамыз. Барлығын араластырамыз. Үстіне 50 мл сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстіне жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Араластырғанда көлемі 2 есе ұлғаю қажет. Үстіне 150-160 грамм ұн қосамыз. Арнайы ситадан өткізіп отырып қосу қажет. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне жарты чай қасық сода және де 20 грамм какао қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын қосып араластырғанда біздің тестамыз кішкене қою болып шықты. Қорықпаңыздар. Оның үстіне 100 мл қайнаған су қосамыз. Енді барлығын арнайы кекс пісіретін формаға құйып шығамыз. Формаға құйып болғаннан кейін кексті өздеріңіздің қалауларынша әрлесеңіздер болады. Мен ақ шоколад қосып шықтым. Қоспаса да болады. Кекс өте дәмді, өте әдемі болып шықты. Көлемі 2 есе ұлғайды. Осы рецептпен кекс пісіріп көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын.